Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Информатика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәліметтерді енгізу мен шығаруды ұйымдастыру. Оқу мақсаттары: Python тіліндегі сызықтық алгоритмді жазу. Бүгін үйренеміз input және print функциясын, сызықтық алгоритмдерді жазуды. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Print функциясы экранға мәліметтерді шығаруға жауап береді. Оқушылар онлайн Python бағдарламалау тілін қосып, мына сандарды экранға шығарып көрейік. Мәселен, 1025 саны. Экранға шығару функциясы print, яғни print 1025 деп жазамыз. Сонымен қатар 6 сынып дегенді шығарып көрейік. Ол үшін print командасын жазамыз және тырнақшаның көмегімен жақша ішіне 6 сынып деп жазамыз. Ран батырмасының көмегімен шығарайық. 1025 6 сынып. Input функциясы пернетақтадан мәліметтерді енгізуге жауап береді. Оқушылар, input функциясы, яғни мәліметтерді енгізу функциясына мысалдар қарастырып көрейік. Мысалға бізге экранға шықсын print командасының көмегімен сенің атың кім? Сенің атың кім? Бұл сұраққа жауап беру үшін біз input командасын қолданамыз. Мысалға name қойы input. Input жақша ішіне өзіміздің есімімізді жазатын боламыз. Енді программамызды ран батырмасының көмегімен қосып көрейік. Сенің атың кім? Оқушылар, сызықтық алгоритмде print және input командаларын қолданып көрейік. Мысалға, 2 санның қосындысын тапсын делік. Бірінші A санын енгіземіз. Сандарды енгізген уақытта біз int деп жазып кетеміз. Одан кейін барып input. Және керекті мәнді жазатын боламыз. Дәл осылай 2 айнымалыны енгізейік. Келесі айнымалыны b деп атайық. S тең болсын A қосылған b-ға. Бізге шығару керек бұны. Бірінші санды енгіземіз 3. 7, яғни 3-ке 4-нің қосындысы 7 болды. Тапсырма: дәптерге орындайық, анықтамасын жазыңдар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.